Банктық алаяқтықты қалай тануға болады? Сізге банк қызметкерлері қоңырау шалып, келесі себептер бойынша пластикалық картаның деректемелерін хабарлауды сұрайды. Күдікті аударым болды. Сізден оның орындалғанын растауды сұрайды. Банк жіберген келіп түскен SMS кодты жазуды сұрайды. Сізге онлайн кредит рәсімделді және банк қызметкерлері қатысты болуы мүмкін. Оларды сіздің көмегіңізбен анықтау қажет. Банктың жинақ шотына ақша қаражатын аударуды сұрайды. Телефоныңызға AnyDesk, TeamViewer сияқты бөгде бағдарламалық жасақтамасын орнатуды сұрайды. Ақшаны үнемдеу үшін есіңізде болсын. Банктер мен төлем жүйелері ешқашан өз клиенттерінің ұялы телефондарына қоңырау шалмайды. Пластикалық карталарының шот деректерін немесе сіздің жеке деректеріңізді ұсынуды сұрамайды. Егер мұндай жағдай орын алса, сізден банкке жеке келуіңізді сұрайды. Егер сізге және сіздің жақындарыңызға қатысты қылмыс жасалған болса, дереу 102 нөмір бойынша полицияға хабарласыңыз.